Аяқтағы ісіну себептері мен оны кетірудің табиғи үш әдісі. Аяқ ісінуінің себептері. Аяқ ісіну денедегі сұйықтықтың тотығуынан, застойдан пайда болатын құбылыс. Бұл жағдай түрлі факторларға байланысты болуы мүмкін. Ұзақ уақыт тұру немесе отыру. Қан айналымының баяулауы салдарынан сұйықтық тіндерде жиналады. Тұзды және майлы тағамдарды көп тұтыну ағзадағы судың ұстап қалынуына келеді. Ыңғайсыз немесе тар аяқ киім қан айналымын бұзып, ісінуге себеп болуы мүмкін. Бүйрек, жүрек немесе бауыр аурулары ағзадағы сұйықтықтың алмасуын бұзуына әкеледі. Гормоналды өзгерістер. Жүктілік немесе етеккір кезінде жиі кездеседі. Венозды жеткіліксіздік. Варикоз аяқтағы қанның дұрыс айналмау салдарынан ісіну пайда болады. Егер ісік ұзақ уақыт кетпесе немесе ауырсынумен қатар жүрсе, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Аяқ ісінуін кетірудің табиғи үш әдісі. Тұзсыз емдік компресс. Аяқтағы артық сұйықтықты сорып алатын қарапайым әдіс. Қалай жасау керек? Бір стақан жылы суға бір ас қасық ас содасын ертіңіз. Дәкені немесе таза матаны осы қоспаға батырып, ісінген жерге қойыңыз. 20 минут ұстағаннан кейін алып тастаңыз. Нәтижесінде ас содасы ісінуді азайтып, терідегі сұйықтықтың шығуына көмектеседі. Шөптік емдік ванна. Табиғи шөптер аяқтың ісінуін кетіріп, қан айналымын жақсартады. Қалай жасау керек? 2 литр жылы суға бір ас қасық түймедақ, ромашка және жалбызды қосыңыз. 15 минут қайнатып, сәл суыған соң аяғыңызды 20-30 минут бойы осы ваннаға батырыңыз. Нәтижесінде бұл әдіс қан айналымын жақсартып, ісінуді азайтады және аяққа жеңілдік береді. Аяқты жоғары көтеру және массаж қан айналымын жақсартып, аяқтағы ісінуді басудың ең қарапайым және тиімді әдісі. Қалай жасау керек? Кешкі уақытта аяғыңызды жастыққа қойып, 15-20 минут жоғары көтеріңіз. Жеңіл массаж жасау үшін зәйтүн немесе кокос майын жағыңызда табаныңыздан тізеңізге дейін уқалаңыз. Нәтижесінде қан айналымы жақсарып, аяқтағы сұйықтықтың таралуына көмектеседі. Қосымша кеңестер. Күніне 1,5-2 литрлей су ішуді ұмытпаңыз. Ағзадағы су айналымын жақсартыңыз. Ол үшін тұзды тағамдарды азайтыңыз. Ол ағзада сұйықтықтың ұстап қалынуына себепші болады. Күніне 30 минуттан артық жүріп, аяққа жаттығу жасаңыз. Қан айналымын жақсартады. Егер ісіну жиі қайталанса, варикоз, бүйрек немесе жүрек ауруларын тексерілу керек. Сізде аяқ ісіну болып тұра ма? Осы әдістердің қайсысын байқап көресіз? Пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.